Barçаңызға сәлем, кезекті сабаққа қош келдіңіздер. Бұл сабақта мен сіздерге CapCut'тағы подписка туралы айтатын боламын. Ол подписканы не үшін сатып алу қажет екенін және не үшін қолдану керек екенін. Ал сіздер соңына дейін көріп жайғасып отырыңыздар. Сіздер байқасаңыздар, видео монтаж жасаған кезде CapCut'та ол видеоға сіздер переходтар қосасыз, неше түрлі фильтр, неше түрлі эффекттер қосасыз. Sonunda eksport жасаған кезде сізден подписка сұрап тұрады. Ол подпискада сіздер осы функцияларды қолдану үшін қандай да бір подписка алуыңыз қажет деп сұрап тұрады. Подписканың екі түрі болады. Бір Pro және стандарт. Стандарт айына 2500 теңге болса, ал Pro айына где-то 6000 теңге болады. Әжеде қазір баға бара шығады. Олардың қандай отличиясы бар, қазір сіздерге айтамын. Стандарт подпискасында жаңағы айтылған переходтар, эффектілер, наложениялар, фильтрларды спокойно қолданып, видеоны 1080 пиксельда экспорт жасауға болады. Және де ешқандай водяной знаксыз. Водяной знак видеоның үстінде тұрады ғой, CapCut'ның сөзі. Сол алынып тастайды. Ал Pro нұсқасында жаңағы айтылған функциялардың барлығы бар. Одан қоса тағы да бір дополнительный функциялар береді. Ол функциялар шумды алып тастау, 4К, 2К видеомен видео сапасында экспорт жасауда. Және искусственный интеллектті қосқан, ол арқылы сіздер күшті видеоларды ойлап құрастыруға болады. Искусственный интеллект арқылы фото, видеоларды жасауға болатындай мүмкіншілігін береді. Менің сіздерге беретін кеңесім, сіздер хотя бы стандарт нұсқасын алсаңыздар да жетеді. Керемет бір мобилограф болмасаңыздар да видео монтаж жасауға бұл өте қажет подписка. Ал егер де сіздер бұл подпискаларды сатып алмай, басқа приложениемен видео монтаж жасауға болмайды деп басқа приложенияларды қарасаңыздар, оларда мысалы VN, InShot, VideoLab, неше түрлі тағы да бір видео монтаж жасайтын приложениялар бар ғой. Оларда подписка салмаса да, бірақ функциональность жақтан CapCut'тан ұтылады. Міне осылайша сабақ соңына жетті. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын.